Періштен шыққан Махамбет, халқымның небір қиыншылықтарын бастан кештім. Ел ертеңі не болмақ екен? Шығысыңда Қарақтай, оның алдында жоңғар келетен телеп. Ал қазақ жері болса, ру-руға бөлініп бір бірікпеді бастары. Мен хан ұрпағы Кенесары. Я, солтүстіктен Ақпатшаның орыстары Толай Сұлтанмен жерімізге енді де кетті. Ол болма. Оңтүстіктен Қоқан хандығы мал мүлікті тонап әйел баланы құлдық қалып жатыр. Мүмкін емес. Қазақ жерінде батырлардың сарқылып, ел басқарар ханның қалмауы. Мүмкін емес. Ел бірлігі болмауы. Сол баяғы алауыздық, бірін-бірін көре алмаушылдық. Сен тимесең мен тиме. Сенің атың тұра тұрсын, менің атым жүре тұрсын. Жоқ, ендігі бұған жол бермеуіміз керек. Дұрыс айтасыз. Тәуелсіз ел болу үшін бар қазаққа бірігу керек. Төрт құбыламызды түгенде еліміз үшін, жеріміз үшін маңдай терімізді төгеміз. Бейбіт елде сән болар, бөлінген елде дау болар. Даудың түбі жау болар, жаудың түбі тау болар. Шаңдатып жүріп айқассақ, айта жүрер күн болар қазағым. Мен байбақтының сырымымын. Атадан жақсы ұл туса, халқының ұлы болғаны, атадан жаман ұл туса, халқының соры болғаны. Сонда қазақта жақсылық жоқ дегенің бе? Жоқ, олай емес. Тәуелсіздік түспейді ғой аспаннан. Дұрыс. Тәуелсіз ел болу үшін бар қазаққа жұмыла еңбек ету керек. Қазақтың алтын басын ертіп, талай дұшпан жерімізге енді де кетті. Қазақтың мына далаға бұтырай қашқаны, елінің болашағы қам үшін емес пе? Бір тудың астына бірігіп, бір ханның қол астында болып, сол туды құлатпай, жаулап күресіп, кең даланы қорғау үшін, азаттық үшін жауға қарсы шығайық. Мен қазақтың ханы Абылай. Оу қалайық, ел болмас елдің төбесінде күн тұрақтамас. Төрінде тәж тұрақтамас деген. Бірлік, намыс, ерлік болсын ұранымыз. Менің арманым 300-дің басын қосу. Өзге елдермен бітімгерлік, татулық орнату қажет. Сендер жан-жаққа бытырап, шашылып кетпей, бірің жел, бірің жаға, бірің аға, бірің іні болып, өзара бірлікке, бірлік арқылы елдікке жетейік ағайын. Уа ағайын, тардай шашылған халқым бірікті. Халқымның тағдырын жаңғыртып, аспанында ашық күн туды. Намысын қамшылайтын, найзасына үкі тағатын кез жетті. Алаш! 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 Здравствуйте, Михаил Иванович. Отырыңыз. Өз балаңыз ба? Отырып сөйлеңіз. Ағайымның баласы. Орысша білмеген соң өзіме келіп отыр. Құдай, Россияның оқу орындарына Мұрат ана халықтардың балаларын алатына өте қуаныштымыз. Я, слава Богу и слава императору. Бұрын тек Мұрат ана халықтарының қарапайым ақсүйектері мен хандардың балаларын алушы еді. Ал енді міне, қарапайым балаларда оқу алып жатыр. Я, Михаил Иванович, біз европалық білім алмай қалдық қой. Әрине, өкінішті. Сіз орысша бір сыдырға жақсы сөйлейді екенсіз. Хат жаза аласыз ба? Арабша, парша, татарша сауатым бар. Ал орысша аздап қана хат танимын. Мұнда міне сізге қалам мен қағаз хат толтырып берсеңіз. Апырай, Жүрексінбеңіз. Жаза беріңіз, бұл жай ғана формальность. Бұндай болып тұрады. Жарайды, Михаил Иванович. Мен сізді қажеттілік жағдаймен қалдыра тұрайын. Ал сіз жаза беріңіз. Көке, әлгі шал бастығы ма? Мені оқу алам деді ба? Аллат, Нұрсұлтан сексен байқа. Аузыңнан андап шығып өтпесін. Біз келістік қой. Білем көке, ұмытпайым да, жылмамайым да. Мен Нұрсұлтан Махамбеттің ағасының ұлымын. Нұрсұлтан, сен тағы да шатастың. Мен саған менің атымды атама дегенім қайда? Немене? Өз әкем атын өмір бойы атамай ма сонда? Әзірше атама. Мүмкін бір кездері қуанышпен айқайлап айтарсың. Жазып болдыңыз ба? Я. Өтеміз. Мінекей, Михаил Иванович. Тексеріп көріңізші. Ох, дорогой Мухаммед Утимис. Сіз дорогой Михаил Иванович дейсіз. Дауысты дыбысты қалай естеңіз, солай жазып қойыпсыз.
Дорогой емес, дорогой болады. Қазіргі орыс грамматикасында безударный о пишется как о, читается как а деген ереже бар. Ну, ештеме етпейді. Бұндай болып тұрады. Қазіргі орыстардың өз түстігілі бұл жөнінен әлі білмейді. Псковтықтар мен твердіктер осылай айтып, осылай сөйлейді. Сондықтан да оларды оқишы дейді. Негізі қате менен. Мен сізге мына үлгіні беруім керек еді міне. Әрине, өз атыңызбен өз қолыңызды қоясыз. Түгелдей көшіріп алмаңыз. Жарайды, Михаил Иванович. Жаңылмасам мен бұрын соңында сізді көрген секілдімін. Сіз Мұхаммед Утемесов емессіз бе? Сіз Мұхаммед Утемесов, кинжалыңызды бізге тапсырыңыз. Текке болмасын қаласыз. Нападение деп ата саламыз. Мен ұстауға қандай қақыларың бар? Сіз біз етсіндесіз. Біз сізді апарған міндетіміз. Онда барған соң мүмкін босата. Ол біздің міндеттерге кірмейді. Қарсыласпаңыз. Жарайды. Өте сыпайы екенсің. Тек сұрарым, баламның көзінше қол салмаңдар. Өлтіріп болсаңдар, өлгенше соқсам. Уайымдамаңыз. Бізде ондай өрселік болмайды. Пайда. Жарайды. Ағартушы адамда жауыз болады екен. Россия анамызға кім қарсы болса, мен де сол адамға өле-өлгенше қарсымын. Михаил Иванович, менің Россияда еш өштігім жоқ. Тек патшалық диктатураға, құдды диктатура аталуға қарсымын. Ал Россияның тек цивилизациясына, біліміне, ғылымына құштарым тіпті ғашықпын десем де болады. Сол себепті баламды оқуға келіп отырмын. Оқуға қабылдауымды өзіңіз қамқоршылық етесіз, Михаил Иванович. Менің қолымнан келсе мен. Жоқ, көке, кетпеңіз, жоқ, бермейсіз, көке. Көке, Ұстан шылама, бетіме қара. Жігіт шыламас болар деген. Жатқан үйді білесің ғой, жолықтау өзің бар. Уайымдама, мен көп ұзамай шығамын. Жоқ, көке! Көке! Жазығым неде? Мен не істедім? Неге? Эх, патриот. Тынышталыңыздар, офицерлер, мырзалар, адамдар. Қылмыскер бунтовщик, Бөкей Ордасының бұрынғы азаматы, бұрынғы старшинасы Мұхаммед Утемесовке өзінің үкім алдындағы соңғы сөзін, өтінімін, өкінішін, қателігін, кешірімін, болашақ болмысын айтуға әскери сот рұқсат беріп, рұқсат етеді. Менің өткен өкінішімде кеткен қателігім де бар. Бірақ оның бұл арада ешкімге берер де не керек де жоқ. Болашақ болмысымды айта алмаймын. Себебі маған деген соттың үкімі жоқ. Сотталам ба, ақталам ба, Сібірге айдалам ба әлі белгісіз. Ал кешірім дейді. Мен халқым үшін отқа да суға да түстім. Ол үшін кешірім сұрамаймын. Қасиетті сот бастығы соңғы сөз дедіңіз. Оны қазақта дәт дейді. Ендеше дәтімді бөлмей аяғына дейін тыңдаңыз. Айналайын ақжайық. Ат салмай өтір күн қайда? Еңсесі биік бозорда еңкеймей күн қайда? Қара бұланның терісін етік қылар күн қайда? Күдерден баутақ, сауыт кер күн қайда? Толғамалы ақбыл тіп толғап ұстар күн қайда? Алты бұлашақ найза, сосып тартар күн қайда? Садақ толы сайкездоқ масағынан өткізіп, басын қолға жеткізіп, сосып тартар күн қайда? Кет бұғыдай билерден ақыл сұрар күн қайда? Бізді тапқан ананың, асыраған атаның, ризалықпен жайласып қолын алар күн қайда? Еділдің бойын ен жайлап, шалғынға бие біз байлап, орнықты қара сабадан, боз баламен күліп ойнап, қымыз ішер күн қайда? Қасиетті сот бастығы, менің тілегім осы, мен болдым.